Қайырлы күн, құрметті менің алтында қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай этно фурнитуралардан әдемі білезіктерді жасап көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, ешқандай қиыншылығы жоқ. Табысы мол әкелетін, расходы өте аз деп айтуға болады. Сіздер де менің видеомнан көріп жасасаңыздар болады. Видеода толық түсіндіріп өтетін боламын. Видеомның маңызды жерін жіберіп алмаңыздар. Видеода толық көрсетілген, нені қалай жасайтынымызды, қайсысын қалай істейтінім барлығы анық көрсетілген болған. Сондықтан жіберіп алмай қарауларыңыз сұраймын. Өте нәзік, әдемі көрінеді. Сіздерді осылай жасап, қыздарыңызға жасап берсеңіздер де, әлде өздеріңіз жасап тақсаңыздар да өте әдемі көрінеді қолға. Мен сіздерге енді көрсетейін. Менде фурнитуралар, бұл фурнитура мендегі әлі жартысы тұр. Мен тек маңызды керек заттары осыда болғаннан кейін тек осыларды алдым. Бұл этно фурнитуралардың түрлері өте көп. Бұны кез келген магазинде емес, основной фурнитура өз арнайы түйме жіп сататын дүкендерден тауға болады. Мен білезігімді осы түрімен жасаған болатынмын. Основасын алып алдым. Сосын оның қыстыратын замогы болады өзінің арнайы. Сол замогын алып алдым. Бізге кететіндер кальцолар. Кальцо деген екеуінің арасын бір-біріне қосатын кальцолар. Сосын бізге шынжыр керек болатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте аз заттармен жасалады. Өте сатып алуға қолжетімді. Бұны айта өткенде фурнитура магазиндерде аласыздар. Мұны айта өткенім бұл кальцо. Осындай ашық тұрады. Фурнитураларын салып алып, сосын қыстыратын боласыздар. Осындай негізі арнайы плоскостары бар. Мен бұны үйдегін ала салғам. Өзімдікі сынып қалдым. Сондықтан осыны пайдаланатын боламыз. Асығыс заказ болғандықтан заказ беріп алдыртуға менде уақыт болмады. Осыны алып жасай салдым. Қолымдағы инструментке мән бермеңіздер. Жалпы менде болды. Сынып қалды. Осылайша кальцоны бір кальцоға екі бетін салып аламыз. Этно фурнитурамызды. Сондан кейін кальцоңызды жауа береміз. Көріп тұрғандарыңыздай мен бірден екі білезік жасап көрсететін боламын. Алдағы уақытта өлең қоямын. Өйткені өте ұзақ болып кетті видео. Көп сөйлеп тұруға да ыңғайсыз. Сондықтан видеода өлең қойған болатынмын. Асықпай көрсеңіздер бәрі түсінікті. Асықпай жасаған болатынмын. Сіздерге кәделеріңізге жарап жатса мен қуаныштымын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Менде 20 штук заказ болған осындай. Сол заказды жасап жатқан жайым бар. Мен уже 18 штугын жасадым. 2 штугын осылай адамдарға пайдасы тисін деген мақсатта 2 браслетті видеода жасап көрсететін боламын. Ал онда қош сау болыңыздар.
Thank you.